атым қожадағындай Рахман ағай сұлтанның шамын жаға алмадым деген секілді әріптестер өзара көбірек коллаборацияға түсу маңызды болып тұр да. Дамуға келетін болсақ, яғни ол да екі дамудан өттік па. Үшіншісі жеке өзінің даму жоспарын құруда, өзінің миссиясы болған мұғалім. Жалпы адамда миссия болса, мақсат болса, адам энергияға толы болады. Сосын өзіне уверен болады да. Сосын ода приоритет пайда болады да. Сосын ода башқанда кейінгі күнге, яғни шегеру болмайды да. Бұл әу баста тақырып қойылған кезде миссиядан басталды ма? Осы бар мұғалім, шаршамайтын мұғалім ғой негізі. Ұстаздық өткен жалықпас миссия деп қояды ғой. Жалықпайды емес, оны бағанағы миссиясы ұстайды. Оны бағанағы уайымы ұстайды да. Өйткені адамдарды не істейді деген кезде мықтысы, әуезов айтады ғой, адам мен адамды жарыстырған кезде теңестіретін нәрсе бұл білім деп қояды. Сол білім уайыммен келген білім да. Және ұстаздардың міндеті сол білімді әдеппен беру керек та негізі. Әдеп өйткені ұстаздықтағы алдыға шығатын нәрсе да білімде. Тіпті білімнің осы 30 түрлі бағытынан гөрі әдептің бір бағытын үйреткен хайырлы дейтін ғұламалар болған да. Сондықтан ұстаз көп жағдайда ғалымдардың ортасында жүруі маңызды да. Сол кезде ол тосылып қалмайды.